Бұл оқиға менің 16 жасымда болды. Мен сабақтан шығып екі жаяу бара жаттым. Мектепте екінші ауысымда оқыдым. Сондықтан мен жарықтандырылған көшелермен жүрдім. Қорқыныш болмады. Өтіп бара жатып ескі дүңгіршектің дыбысын естідім. Біреу маған қолыңды берші деп жолдың жанынан қаратақ пайда болды. Ол жерде аузы ашық құдық бар болып шықты. Біреу сыбырлап менен көмек сұрады. Маған қолыңды берші шығу үшін деді. Мен ойладым, біреу бетін жабуды ұмытып кетті ме? Өздігінен шыға алмайтын адам құлап түсті ғой деп. Сол кезде құдыққа жақындадым да бір қыздың басын көрдім. Денесі терең құдықтың көлеңкесінде жасырынып тұрды. Қыз біртүрлі күлді. Құдықтан шығу үшін қолыңды бер дейді. Мен иә дедім. Қыз шамамен 1,5 метр қашықтықта тұрды. Мен оған ешқашан жетпеседім. Ашық құдық бүгіліп, содан кейін қолымды создым. Сенде қақпағы бар, өлшегіш бар, сонда мен саған жетемін деді қыз. Және маған қолын созып қараңғылықтан тастап қалай жылжитынын көрдім. Бұл ескі қолды мен қалай және бірден я деп неге айттым білмеймін. Мен сені бұл жерден алып шыға алмаймын. Ересектердің біреуді шақырғаным дұрыс болар дедім. Ал ол қолым бетімнен 1 метр қашықтықта кішірейді. Бір кезде мен сыпайы және суық дауысты естідім. Содан кейін бірден өзім пәтеріме қалай жеткенімді білмей қалдым. Үйдің есік терезесін жауып іліп алдым. Және сабыр сақтап құдықта кім екенін білмей жауып тастадым. Бірақ бұл қыз емес екенін білем.